Сәлем оқушылар. Зейіндеріңіз ашылсын, ұбт-да алған балдарыңыз әрқашан жоғары болсын деген жақсы тілекпен параллель жүретін реакциялар тақырыбына және қоспалар тақырыбына сабағымызды бастаймыз. Біз бұл тақырыпқа бір видео жаздық, тағы дегенмен бізде бұл тақырыпқа әртүрлі типтегі есептер бар. Сондықтан бүгін тағы жалғастырамыз деген ойға келдік. Мына есептерге назар аударайық. Массасы 36,4 грамм этанол және сірке қышқылы қоспасын жаққанда 32,4 грамм су түзілді. Бастапқы қоспадағы этанолдың массалық үлесі. Демек, оқушылар, этанол және сірке қышқылы әр затымыз параллель дейміз, тізбекті түрде жанады екен. Сол теңдеулерді сіздермен қазір жазып теңестірейік. Этанол жанған кезде бізде көмір қышқыл газы және су түзіледі. Сірке қышқылында жағып жіберейік. Этанол және сірке қышқылдарын оттекпен жану реакцияларын жазып теңестірдік. Ал енді оқушылар, біз мына берілген қоспаны зат мөлшерлерін X және Y деп белгілейік. Этанолдың зат мөлшерін X деп белгілейік. Оның емері және молдық массасы 46-ға тең. Ал сірке қышқылының зат мөлшерін Y деп белгілейік. Ал енді бізде мына жерде есептің шартында 32,4 грамм су түзілді дегендіктен, мына суға назар аударамыз. X мол этанол жанғанда 3x мол су түзіліп жатыр. Неге? Себебі мына жерде 1 мол болса, суның алдында 3 коэффициент бар, 3 мол. Ал Y мол сірке қышқылы жанған кезде 2Y мол су түзіліп жатыр. Неліктен? Себебі суның алдында 2 коэффициент бар. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде грамм берілгендіктен, біз олардың емерлерін және молдық массаларын зат мөлшеріне көбейткенде, бізде берілген масса болады. Және әрқайсының массасын қосып, жалпы 36-да 4 деген теңдеу құрастырамыз. Ал енді теңдеуімізді жазайық, иә? 46x қосылған 60y тең болады. Жалпы масса, қоспаның массасы 36-да 4 грамм. Ал енді түзілген су бойынша екінші теңдеуді құрастырамыз. Мына оларды 3x және 2y екенін білдік. Түзілген жалпы судың массасы берілген. Оны пайдаланып, судың зат мөлшерін тауып аламыз. 32-де 4 граммды судың молдық массасы 18-ге бөліп жіберетін болсақ, бізде 1,8 мол су түзілген екен. Оны екінші теңдеуге қойып жіберейік. Демек, сіздермен Гаусс әдісімен қазір екінші теңдеуді бірінші теңдеумен азайтқанда бір айнымалы нөлге айналатындай етуіміз керек. Мына жерде 46 мен 3 бөлінбейді бір-біріне, мына 60-қа назар аударайық. Демек, мына екінші теңдеуді 2y-ті 30-ға көбейтсек 60 болады. Сол себептен мына екінші теңдеуінің барлығын 30-ға көбейтеміз. Бұнда бізде болады 90x қосылған 60y. 1,8-ді 30-ға көбейтетін болсақ, 54 болады екен. Ал енді мәні үлкен болғаннан кішісін азайтамыз әрқашан. Демек, 90-нан 46-ны азайтатын болсақ, 44x. 60y-ден 60y-ні азайтатын болсақ, 0 болып қалады. Сол себепті жазбаймыз. 54-ден 36-да 4-ті азайтатын болсақ, бізде 17-де 6. 17-де 6-ны 44-ке бөлсек, x бізде 0,4 молға тең екен. Ал енді x-тің мәнін қойып, y-ті де тауып жіберейік. Мына жоғарыдағы теңдеуге ораламыз сол үшін. Демек, y-ті табу үшін біз мына 1,8-ден азайтамыз 3x-ті. X бізде 0,4-ке тең, 3-ті 0,4-ке көбейткенде 1,2 болады. Және оны біз 2y болғандықтан 2-ге бөліп жібереміз. Демек, бізде түзіледі екен 0,3 мол. X және Y мәндерін тауып алдық. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, оқушылар. Және теңдеу құрастырдық. Олардың әрқайсының молдық массасын зат мөлшеріне көбейтіп, ал түзілген су бойынша екінші теңдеуді құрастырдық. Және оларды қысқарту мақсатында екінші теңдеуді 30-ға көбейтіп жібердік. Бір айнымалы қысқарып кетті бізде. Демек, біз теңдеуді шешіп, X және Y мәндерін тауып алдық. Енді есеп шартына оралайық. Мына жерде не сұрап жатыр? Бастапқы қоспадағы этанолдың массалық үлесі. Этанолдың массалық үлесін табу үшін бізге этанолдың массасы керек болады. Ал этанолдың массасы мына жерде қай айнымалымен белгілегенімізге назар аударайық. X айнымалы. Демек, X-тің мәні бізде 0,4 мол болып тұр. Демек, 0,4 молды біз көбейтеміз этанолдың молдық массасы 46-ға. Нәтижеде бізде түзіледі екен 18-де 4 грамм. Ал енді
массалық үлесін тауып жіберейік. Массалық үлес этанол тең болады. Массаны таптық сіздермен біргелікте. Оны мына жердегі жалпы масса 36,4-ке бөліп жібереміз. Және 100-ге көбейтеміз пайызға. Бізде болады екен 50,55 пайыз. Келесі есепке өтейік. Түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Сұрақтарыңыз болса комментарийда жазып қалдырыңыздар. Келесі есепке өтеміз. 4,75 грамм этилен және ацетилен қоспасын толық бромдау үшін 125 грамм 32% бром су ерітіндісі жұмсалды. Бастапқы қоспадағы ацетиленнің көлемдік үлесі дейді. Демек, қадірлі оқушылар, этилен және ацетилен массамен беріліп тұрған екен. Қоспаның массасы берілген, жалпы масса. Бромдаймыз оны. Этилен бромданғанда 1 мол бром жұмсалады, ацетилен бромданғанда 2 мол ацетилен жұмсалады. Себебі этиленде қос байланыс, ацетиленде үштік байланыс болғандықтан. Теңдеулерін жазайық. Демек, этиленмен диброметан, ацетиленмен тетраброметан түзілді. Енді белгілейік. Мына C2H4-тің молдық массасы 28, ал ацетиленнің молдық массасы 26 грамм бөлінген мол. Мына жерде қоспаның массасы берілсе, олардың молдық массалары бізге қажет болады. Зат мөлшері, этиленнің зат мөлшері X мол, ал оған жұмсалған бромның зат мөлшері X мол. Себебі олар 1 молдан. Ацетиленнің зат мөлшері Y мол, ал оған жұмсалған бромдау үшін жұмсалған бромның зат мөлшері 2Y мол. Себебі бромның алдында 2 коэффициент бар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді теңдеу құрастырып жіберейік. Немесе 125-ті 0,32-ге көбейтсек те болады. Бізде 40 грамм бром жұмсалған екен. Оның зат мөлшері 40 граммды молдық массасы 160 грамм бөлінген молға бөліп жібереміз. Бізде 0,25 мол екі реакция үшін жұмсалған екен. Екі реакция үшін жұмсалған бромның мөлшері 0,25 мол екен. Ал енді теңдеу құрастырайық. Демек, біз білеміз, берілген массаны табу үшін молдық массаны зат мөлшеріне көбейтеміз, және 28X болады. Ал ацетилен 26Y болады. Олардың қоспасы 28X, этилен 26Y, ацетилен берілген массалары, жалпы масса 4,75 граммға тең екен. Ал енді оны бромдау үшін жұмсалған X мол бром, мына жерде 2Y мол бром. Және жалпы жұмсалған бромдың зат мөлшері 0,25 молға тең. Теңдеуді шешу үшін мына жерде 28X болғандықтан екінші теңдеуде 28-ге көбейтіп жібереміз. Қарапайым жолмен шешуге болады сонда. Демек, Гаусс әдісімен 28X плюс 56Y болады бізде. 0,25-ті 28-ге көбейткенде 7 болады. Демек, біз енді үлкен сандардан кішісін азайтатын боламыз. 28X-тен 28X-ті азайтсақ 0-ге тең болады. 56Y-тен 26Y-ті азайтқанда 30Y болады. 7-ден 4,75-ті азайтқанда 2,25 болады. Y-ті есептейтін болсақ, 2,25-ті 30-ға бөліп жібереміз. 0,075 мол. X-тің мәнінде есептеп жіберейік. Бізде мына жоғарыдағы теңдеуге ораламыз. X-ті табу үшін біз 0,25-тен азайтамыз. 2Y деп тұр. Сол себепті 0,075-ті 2-ге көбейтсек, бізде 0,15 болады екен. 0,25-тен 0,15-ті азайтқанда бізде 0,1 мол түзіледі. Демек, X, Y мәндерін тауып алдық. Енді мына жердегі есептің шартына назар аударайық. Бастапқы қоспадағы ацетиленнің көлемдік үлесі. Оқушылар, мына жерде сіздер жақсылап мән беріңіздер. Бізде жалпы көлем берілмеген. Ацетилен және этиленнің жалпы көлемі берілмеген. Ал оның орнына олардың массасы берілген. Ал көлемдік үлесті табу үшін бізге екеуінің жалпы көлемі керек болады. Сол себепті ацетиленні шартта сұрап тұрған болса да есеп шартында, бірақ біз әр екеуінде көлемін табу керек болады бізге. Демек, этиленнің көлемін есептеп жіберейік. Олай болса, C2H4-тің көлемін табу үшін
назар аударайық, біз зат мөлшерін x деп белгілеген екенбіз этиленнің. X-тің мәні бізде 0,1 молға тең екен. Демек 0,1-ді көбейтеміз 22-ді 4-ке тең болады 2,24 литр. Ал енді ацетиленнің көлемін тауып жіберейік. Ацетиленні Y айнымалымен белгілеген едік. Мына жерде Y болып тұр, ал Y-тің мәні 0,075-ке тең. Демек, 0,075-ті көбейтеміз 22,4-ке. Бізде 1,68 литр түзілді. Демек, біз іздеген едік жалпы көлемді, сол көлем табылды. 2,24 литрге 1,68 литрді қосқан кезде бізде болады 3,92 литр. Ал енді біз ацетиленнің көлемдік үлесін таба аламыз. Көлемдік үлес ацетилен тең болады. Ацетиленнің көлемі 1,68 литр. Оны жалпы көлемге бөліп жібереміз. Мына ацетилен және этиленнің жалпы көлеміне бөліп жібереміз. Бұл сан 3,92-ге тең, көбейтеміз 100%-ға. Демек, бізде 42,8% ацетиленнің көлемдік үлесі екен. Демек, біз таптық мына бізден сұраған 42,8% жауапта тұр екен. Демек, қадірлі оқушылар, біз сіздермен мына қоспаларды газдар қоспасына литрмен, көлеммен берілсе де, граммен берілсе де, және массамен қалай табу керек екен түсіндік. Сау болыңыздар, тағы басқа сабақтарда көріскенге дейін.